Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді біраз уақыт болып қалды. Сіздерге осылай сөйлей алмадым. Жаңа жыл болу байланысымен баламның мектебінде қимылдар оздырылатын болып, одан кейін өзім бір емтихандарға дайындалатын болып, сәл қарбаластау болып сөйлей алмай жатырмын. Енді алдыңғы күні бір осы балам әдетте видеолар тартып, телефоныма сақтап жүретін, соларды бір қарасам, қызықты ұқсап, жақсы ұқсап сезілді. Сонымен монтаждап, бір дұрыстап шығарып қойдым. Енді балама бір шабыт болсыншы, одан кейін сақталып тұрсыншы деген оймен, сіздерде көрсінші, қызық екен деп, көңілді болсыншы деген оймен шығарып қойған едім. Сондай жақсы бағалар беріп, баламды қолдап, ой Арлан қандай сүйкімдісің деген сөздерді айтып, сондай мен әсерлендірдіңіздер. Сіздерге рахмет, ізгі ниеттеріңізге, менің отбасыма, менің баламның болашағына жақсы бір тілектеріңізді білдіріп, солай істеп жатырсыздар. Сенімдеріңізді айтып, ерекше риза болдым. Осы менің отбасыма, менің балама тілеген тілектеріңіз өздеріңіздің балаларыңызға, өздеріңіздің семьяңызға, өзіңізге неше есе болып қайтса екен деген тілектемін. Рахмет өздеріңізге. Енді осы орайда бүгін бір уақытым шығып отыр. Осы бірнеше күн мені ойландырған бір мәселе жайлы сіздермен ой бөліскім келіп отыр. Бірнеше күннің алдында бір кескін көріп қалдым. Енді бәрілеріңіз де көрдіңіздер оны. Мамасы осы ауыр тұмаудың жағдайымен жығылып қалады екен ғой, құлап қалады екен. Сол кезде 3 баласы ма 2 баласы отырады екен. Мамасы құлап қалған кезінде ешқандай бір не бір қорқу сезімі жоқ, не бір жанашырлық сезімі жоқ. Өздері ойнайтын ойнап, сурет салатын суретін салып, солай отырды. Енді сол балалардың сондай бір жағдайына қарап, мен қатты жүрегім түршігіп кетті. Не үшін бұл балалар осындай күйде болады, мысалы. Соны ойлап, өзімнің ойым енді мүмкін бұл балалардың ата-анасы кішкентай кезінен бастап осы балаларға бір жанашырлық сезімді жүрегіне ұялата алмаған. Мүмкін ол балалар кішкене кезінде жығылып қалған кезінде, бір жерін қатты ауыртып алған кезінде, соған жылаған кезінде, ой түкті емес қой, неменеге жылайсың деп, оның бір жарақатын қарап, бір ой деп бір кішкентай чонка чаптап бере салудың орнына, енді ол бір көп ақшаның нәрсесі емес қой, бірақ сіз жаныңыз ашып жатыр балаңызға, оның орнында тұрып ойлап жатсыз деген сөз. Сол балаңыздың ауырған сезімін сезініп жатсыз. Сол баланы жұбатып, солай сөйтудің орнына, ой неменеге жылайсың, бір кішкентай нәрсе ғой, тұра салсаң болды, жылап жатудың қажеті жоқ деген секілді қатыгездік сезімді ұялатып тастадым екен деп ойлаймын. Енді балалар барлық нәрсені ата-анасынан үйренеді ғой. Одан кейін мүмкін осы үйдегі ата-апаларына, әке-шешесінің болған позициясы, болмаса басқа туыстарына, болмаса достарына болған кішкентай болса да бір сөз әрекетінен осы балалар бір қатыгездікті бойына жиып алды екен деймін. Мүмкін кейбір кемтар адамдар, болмаса бір қиналып жүрген, ақшалары жетіспей жүрген адамдарға мүмкін өзіне өз істеп жүр, ол өзі тырыса алмайды. Ол солай өзін өзі істеп жүргеннен кейін солай болады. Оған жанашудың қажеті жоқ деген секілді сөздерді айтып, бейсаналы түрде бір біліп білмей айтып қалған сөздері балаларына тәсір етеді ғой. Енді сондай болған бекен деп өзім ойладым. Енді мен осы бала тәрбиесі жөнінде кітап оқып, кейбір кескіндерді көру барысында, кейбір енді кейін ауыр қылмыс өткізіп қоятын адамдар болады. Мысалы, енді елдің бәрі ашуланады ғой, барлық адамда ашу бар. Бірақ кей адамдар сол ашуды ақылға жеңдіре алады. Ал енді кей адамдар болса, сол ашуын баса алмай, өте бір сұрқиялы, бір қол бармайтындай бір қылмыс өткізіп қояды. Енді сондай адамдардың осындай тексеру барысында, психологиясын бәрін тексеру барысында сол адамның кішкентай кезіндегі отбасылық тәрбиесімен өте қатысты болады екен. Өйткені ол отбасында мүмкін әке-шешесі жанында болмаған.
болмаса ол сол отбасында бір жылулық, бір мейірім көріп өспеген. Ол бала жанашырлық сезімнің не екенін түсінбейді. Енді егер ата-аналар баланың кішкентай кезінен бастап мейірімділікті, бір жанашырлық сезімді жүрегіне ұялата алатын болса, ол үлкейгенде мысалы сондай бір әрекеттерге бара алмайды. Мысалы солай істейін деп тұрса да, ол сол қарсы жағының орнында тұрып ойлай алады. Ода бір жанашырлық сезім бар, басқаның мүддесін ойлай алады деген сөз. Сонымен енді әзірге осы заманда мысалы көп ата-аналар шетелдің кейбір алып қашпа хабарларын естіп алғанда, мысалы нәресте кішкентай бопаларды жыласа да көп көтермеу керек екен, жылап жату керек екен, оларды солай үйрету керек екен деп естіп алған. Бірақ та ол дұрыс емес. Одан бе о жақта да олай істемейді негізі. Нәресте ол кішкентай бопа, ол сөйлей алмайды ғой. Ол өзінің су ішкісі келгенін, құрсағының ашқанын, оның жатқысы келмей тұрғанын жылау арқылы сізге білдіреді. Сол кезде оны көтеріп, сипап, жұбатып, солай істесеңіз, балаңыз да кейін үлкейе келе жылауық болмайтын болады. Өзіңіз сынап көрсеңіз болады. Жанашырлық сезімді біз сол кезден бастап ұялатуымыз керек. Енді біз көбінде тәрбие дегенді ақыл айту деп ойлаймыз ғой. Баламызға отырып ақыл айтамыз мысалы. Бірақ енді кей кезде баламыз бір ашуланып тұрады, болмаса бір қателік өткізіп қояды, бір істі дұрыс істей алмай қалады. Сол кезде біз дереу ойымызға ақыл айту келе қалады да. Бірақ та дәл сол кезде сіздің ақыл айтуыңыз түкте маңызды болмайды. Өйткені ол кезде ол бала сіздің ақылыңызды тыңдай алмайды. Ол кезде сіздің ең бірінші істеуіңізге тиісті сол баланың орнында тұрып, сол баланың көңіл күйін түсіну. Мысалы, мүмкін мектепте ол бір қателік өткізіп қойды, мұғалім сізге оның сол істерін айтып жатты. Сол кезде сіз дереу ашуланып кетпей, дереу осыған енді былай деп ақыл айтайын деп ойламай, қайта сол балаңызға сеніңіз. Ақырын сөйлесіңіз, оның көңіл күйін түсініңіз. Сонда барып ол бала ашылып сізге бәрін айта алады. Енді сіз дәл сол кезден бастап, сен неге бүйттің, сен бұлай істесең болмайды ғой, сен бұлай істеуің керек деген секілді тәрбие беріп кетсеңіз, ақыл айтып кетсеңіз, ол бала қабылдай алмайды. Енді осы ана кезде мен бір баламызға бір сөйлеу әдісі, дұрыс сөйлеу әдісін қолдансақ деп бір кескін шығарған едім. Соның астына бір кісі жазып қойыпты екен: қазақ баласын өстіп жаман болады, обал болады, ұят болады деп осы 3 ауыз сөзбен тәрбиелеген деп. Солай істеген ғой, бәріміз де солай естіп өскенбіз. Бірақ қазіргі кезде дәл сол 3 ауыз сөз жеткілікті болмайды. Мысалы, әзір сіз балаларыңызға солай 3 ауыз сөзді айтсаңыз, бала сұрайды: неге жаман болады, неге ұят болады, неге обал болады деген секілді. Сіз соларға жіңішкелікпен жауап бере алуыңыз керек. Одан кейін мысалы, тек қана бұл 3 ауыз сөзді айтып тәрбиелесеңіз, өте жадағай болып қалады. Сол үшін біз өзіміздің идеямызды азат етуіміз керек. Біз көптеген бала тәрбиесі жөнінде кітаптарды оқуымыз, үйренуіміз керек негізі. Сол үшін бәрлерімізге енді бір баламыздың жүрегіне бір мейірімділік ұялатсақ деп айтқым келеді. Өзіміздің жүріс тұрысымызға көңіл бөлсек, өзіміздің әрбір айтқан сөзімізге абайлап сөйлесек, сыртта жүрген мысық күшік болса да, соларға бір жанашырлық сезімімізді білдірсек, баламыз жақсы болар еді деп ойлаймын. Сол үшін енді баламызға жақсы тәрбие берейік, өзімізді тәрбиелейік, мейірімділік, жанашырлық сезімін кішкентай кезінен жүрегіне ұялатайық деп айтқым келеді.